Сәлем достар, қазір мен таңғы асқа ерекше дәмді тағам дайындаймын. Ол үшін осылай лавашты кішігірім бөліктерге бөліп алдым. Басқа бір ыдысқа 4 жұмыртқа жардым. Үстіне кішігірім тұз қосып, және де сүт қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді сосискаларымызды ашып, оны да кішігірім бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін сырды күштен өткізіп алдым. Енді осының бәрін бірге қосып араластырамыз, және де қызып тұрған табамызға май жағып, осы салмамызды саламыз. Және де бір жағын қуырып алғаннан кейін екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Өте тез піседі, оңай және де ерекше дәмді шығады. Жасап көріңіздер.